арақ беру керек и ләззат өмір. Қыз келіншектер тауып беру. Бітті, оның рахаты сол. Енді Қытай мемлекеті қай жағдайда Қытайдың әскерін басқа елге кіргізе алады деген сондай заң шықты. Сол заңда олар жазады. Қазіргі жағдайда міндетті түрде президентке осындай жаңағындай тапсырыстар болуы мүмкін. Демек олигархтар деп ойлайсыз ғой? Иә, әрине, олигархтар. Біз енді оппозиционерміз. Сол кезде Әлия Назарбаева Масимовтың адамдар айтты, сен біз кетіреміз, сен бізге қарсы не қылдың деп. Арты үлкен не болды? Қырылыс болды сол фракциямен. Егер не қылса, олар аламаса, біз алайық қоғамдық ұйымдар. Біз барып, халықты апарып, қуып шығайық бәрін. Ресей санкцияның астында қалды. Енді олар заводтарын осында көшірмекші Қазақстанға. Оған біздің өкімет көмектесіп жатыр. Сол жастар, президент Тоқаевқа 100% билікті алып берді ғой. Ресейдің ФСБ-ның тыңшылары өте көп Қазақстанда.